Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді палау жасау жолын көрсетемін. Соңына дейін көріңіз. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Жартылай кольцо етіп, жіңішкелетіп турап шығамыз. Кейін сәбізімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша соломка етіп турап шығамыз барлығын. Сәбізін көбірек етіп жасасаңыздар дәмді болып шығады. Қызып тұрған қазанымызға 2 ожау май құйдым. Менің ожауым кішкентай, өздеріңізге көлеміне қарай құйсаңыздар болады. Өздеріңіздің қаншалықты майлы болғанын қаласаңыз, соншалықты май қоссаңыздар болады. Енді майымыздың қызғанын күтеміз. Майымыз қызғаннан соң пиязымызды салып, кішкене сарғыш болып қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң етімізді қосамыз. Мен етті турамаймын. Етті сол күйінше бөлек бүтіндей етіп қосамын. Көбінесе піскеннен соң барып турап шығамын палаудың бетіне. Бізге солай өте дәмді болып шығатын сияқты ұнайды. Етімізді қуырған кезде қазанның бетін қақпағымен жауып қоямын. Сонда жақсы тез пісіп шығады. Орташа отта пісіреміз. Арасында пиязымызды араластырып, етіміздің де басқа беттерін ауыстырып қуырып отыруымыз қажет. 10-15 минуттай қуырып болғаннан кейін енді сәбізімізді қосамыз. Сәбізімізді қосып, кішкене араластырып жіберіп, тағы да қақпағын жауып қоямыз. Орташа отта болуы тиіс, күйіп кетпес үшін. Солай етіміз де, сәбізіміз де барлығы жұмсарып, жақсы қуырылып піседі. Міндетті түрде арасында қақпағымызды ашып, бір араластырып, қуырып тұруды ұмытпаңыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, біраз уақыттан кейін өзі сәбізіміз жұмсарып, қуырылып, пісіп шыққаны біліне бастайды. Сол кезде су құямыз. Ет пен сәбізді кішкене ғана батып тұратындай етіп суымызды құйып шығамыз да, барлық сәбізімізді шетінен жинап батырып шығамыз суға. Сосын татымына қарай тұз қосамыз, және де мен мынандай палауға арналған приправаны қосамын. Бұл жерде 2 килограммға арналған, сондықтан мен жарты килограмм күріштен жасап жатқандықтан 1/4 бөлігін қосамын. Болмаса сіздер зира, куркума, палауға арналған приправа неше түрлерін қоссаңыздар болады. Приправаны да кішкене тұзымызды бәрін араластырып жібергеннен кейін қақпағын жауып, енді жарты сағатқа қайнатып бұқтырамыз. Сол уақытта жарты килограмм күрішімізді аламыз, ыдысымызға салып, жақсылап 2-3 қайтара жуып аламыз, крахмалы кету үшін. Жуып тазартылған күрішіміздің үстінен батып тұратындай етіп, салқын су құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен соң, мінекей қазанымыз қайнап тұр суы, бағанағы күрішіміздің суын төгіп, күрішті осы қазанның бетіне еттің жан-жағына салып шығамын. Судың ішіне батып тұруы қажет. Күрішіміздің барлығын жан-жағын жинап, әдемілеп, судың ішіне батырып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, күріштің бетінен су кішкене ғана асып тұруы қажет, дәл осылай. Яғни суы көп болып кетіп, каша болып кетпес үшін осындай көлемде болуы қажет. Енді қазанымыздың бетін жауып, астын қатты отта қойып, суы тартылғанын күтеміз. Суы тартылған соң, видеода көріп тұрғандарыңыздай, күріштің барлығын жан-жағынан жинап, ортаға қарай тау сияқты үйіп жинаймыз.
Содан соң дәмін келтіру үшін мен бір чеснокты жақсылап жуып алып, күрішіміздің арасына батырып қойдым. Содан кейін пышақ немесе қасықты алып, күрішіміздің әрбір жерінен тесіп шұңғыл үңгір сияқты жасауларыңыз қажет. Арасына бу кіріп пісуі үшін. Енді бетінен пакет жабамыз, немесе пищевая пленка жапсаңыздар да болады. Мен пакетпен жауып шықтым. Шет-шетін барлығын ауа кірместей етіп, қазанға жабыстырып тегістеп шығастыр. Содан кейін қазанның бетін қақпағын жауып, жарты сағатқа жай отта қойып қоясыздар. Мінекей палауым толықтай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай каша болып езіліп тұрған жоқ. Бәрі бір-бірінен бөлек етіп, әдемі болып пісті. Енді палауымыздың ішінен етімізді бөлек аламыз турау үшін, және де сарымсағымызды да алып тастаймыз. Сөйтіп палауымызды толығымен жақсылап араластырып шығамыз, күріш пен сәбіз араласу үшін. Түсі де өте керемет болып шықты. Барлық күріштеріміз бөлек шашырап, әдемі болып пісті. Енді күрішімізді ыдысқа салып, бетіне етімізді турап шығамыз. Міне палауымыз дайын. Бетіне қалауларыңызша пияз турасаңыздар болады, укроп, зелень турасаңыздар болады. Жұмыртқа қосып турауға да болады. Әркімнің өз қалауы бойынша. Менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер де менің рецептім бойынша осындай палау жасап шығыңыздар. Өте дәмді болып, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Жанат.